Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге пісірмей, қайнатпай 10 минутта ғана ащы лазжан дайындаймыз. Лазжанды дайындау үшін бізге тәтті бұрыш, ащы бұрыш және чеснок қажет болады. Ащы бұрыштың мен кішірегін алдым. Егер сіздерде үлкен ащы бұрыш болса, онда кішкене азырақ аласыздар. Толық рецепті осы бейненің төменгі жағына жазып қоям. Ащы бұрыштың ішіндегі дәнін алып тастаймын. Егер сіздерге өте қатты ащы лазжан қажет болса, онда дәнімен бірге ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Бірақ маған қатты ащы қажет емес, дәнін алып тастаймын. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісемін. Осыған дейін де өте көп рецепттер бар, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қыстық салаттарында рецептлері өте көп. Қарап шығыңыздар, барлығы тексерілген, үнемі жасап жүрген рецептермен бөлісем. Міне ащы бұрыштың ішіндегі дәнін алып тастадым, тәтті бұрышты да тазаладым. Енді мен осындай ұсақтағышпен ұсақтап қазір тураймын. Бірақ ет тартқышпен де турауға болады, менде ет тартқыш болмай қалды. Мен кішкенесін салып ұсақтаймын. Содан кейін қалған ащы бұрышты да қосып саламын. Ет тартқышпен де өте жақсы болып шығады. Барлығын ұсақтап тураймыз. Және осы ащы бұрышқа тәтті бұрышты да қосып жібересіздер. Бірге барлығын ұсақтау қажет болады. Біркелкі болғанша ұсақтайсыздар. Бұл лазжанды лағманмен, мантымен, хинкалимен жеуге болады. Аппетитті өте жақсы ашады және тез бітіп қалады, шыны керек. Шашлыкпен де жеуге болады, кеңес берем. Міне, ащы бұрышпен бір тәтті бұрышты өткіздім. Барлығын ыдысқа салам. Содан кейін қалған болгар бұрышында қазір ұсақтап турап өткізетін болам. Бәрін бірден салуға болатын еді, оған менде ұсақтағыш кішірек болғандықтан барлығы бірден симайды және дұрыс ұсақталмайды, туралмайды. Сондықтан мен бөліп турап жатырмын. Екінші бөлігі де дайын. Енді қазір ыдысқа салам барлығын. Бір келкі массада туралуы қажет. Келесі кезекте бізде чеснок қалды. Чеснокты мен пышақпен турайым ұсақтап, бірақ чеснокты да ет тартқыштан, ұсақтағыштан өткізуге болады. Яғни бір келкі массада турауға болады. Бірақ маған пышақпен туралған және чесноктың кішкене лазжанның ішінде үлкендеу болғанын ұнайды. Енді өз қалауларыңыз бойынша. Чеснокты турап жатып, мен кішкене сүйекмай табаға құйып қоям. Сүйекмай толығымен қызуы қажет, жақсылап. Міне чеснокта дайын. Енді бұрышқа осы чеснокты саламын. Бір кішкентай қасық кориандр және бір кішкентай қасық тұз қосып, қызып тұрған майды құямын. Осы чесноктың үстіне. Иісінің өзі керемет болып шығады. Содан кейін жақсылап араластыру қажет. Толығымен жақсылап араластырғаннан кейін ең артынан бір кішкентай қасық 9% уксус қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің ащы 10 минуттық лазжан дайын. Арнайы банкіге салып тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Кез келген тамақпен жібересіздер. Ас болсын.